Бәріңіз сәлем, құрметті көрермендер, сіздермен отыр Албибарс, және де бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 18 ғасыр, 19 ғасыр басындағы Германиядағы саяси және құқықтық ілімдер. Тақырыпты бастамас бұрын біз Германияның сол ғасырлар аралығындағы экономикалық саяси жағдайын қарастырайық. 18 ғасырда Германия өзге Европа елдерімен салыстырғанда даму деңгейі төмен, ішкі тұтастығынан айырылып, 300-ден астам жергілікті аймаққа, герцогтық барондыққа бөлінген ел болды. Сол себепті Германия философиясы, саяси ілімдері тұтас мызғымас мемлекеттікке, құқықтық азаматтыққа, қоғамға көзделді. Неміс халқының саяси ілімдерінің бастауында тұрғандар Иммануэль Кант пен Фридрих Гегель болды. Осы тұлғалардың қалдырып кеткен саяси ойларын қарастырайық. Иммануэль Кант классикалық неміс философиясының көш бастаушысы және құқықтық қазіргі теориясының іргелі бағыттың бірінің негізін қалаушы. Кант философиясы танымның эмпирикалық, априориялық түрлерін бір-біріне қарсы қойуға негізделді. Адамның жүріс-тұрыс әрекетінің мәселелерін қарастыратын Канттың практикалық философиясы өзге ұстанымдағы қағидаларға сүйенді. Оның практикалық философиясының құрамдас бөліктері этикасы мен құқықтық туралы ілімдегі негізгі рөл априорлы идеяларға тиесілі. Саяси теорияның қалыптасуында Канттың үлесі оның құқықтық мемлекет туралы қазіргі ілімдердің негізгі идеялары мен принциптерін орнықтырумен сипатталады. Тұрақты құқықтық тәртіптің кепілі болатын мемлекет Канттың пікірінше қоғамдық шарт және халық егеменділігі бастауларына негізделіп құрылуы тиіс. Ол заң билігін халықтың жүзеге асыру азаматтарының арасында құқықтық теңсіздікке әкелетін заң қабылдауға жол бермейді деген Руссоның пікірімен келіседі. Алайда Канттың халық егеменді туралы пікірі шектеулі сипатта болды. Руссодағы халық билігін ол парламенттегі халық өкілеттілігімен алмастырады. Кант мемлекеттегі үш басты органды заң шығарушы парламент, оны атқарушы үкімет және қорғаушы сот деп бөледі. Ойшыл Германияның болашақ құрылымын конституциялық монархия түрінде елестетті. Георг Вильгельм Фридрих Гегельдің философиялық ілімі классикалық неміс идеализмі дамуының ең жоғары сатысы болып табылады. Оның негізгі шығармалары рух, логика ғылымы, философиялық ғылымдар энциклопедиясы. Оның философиясының негізгі категориясы абсолюттік идея. Абсолюттік идея ашылуының бірінші этапы ең жалған абстракты ұйымдардан нақты, алуан түрлі және көп қырлы ұйымдарға қарай дамуы. Абсолюттік идеяның өзіндік қозғалысының екінші этапы оның өзін-өзі табиғатқа сіңуі. Абсолюттік идея ашылуының үшінші кезеңі оның қалыптастырған табиғат арқылы өзіне қайта оралуы. Гегельдің қоғамдық позициясы конституциялық құқыққа байланысты көзқарастармен де айқындалады. Кант сияқты ол да биліктің бөлінуін еркіндіктің кепілі деп есептегенмен, бұл принцип Гегельде де өзгеше талданды. Сот билігін ол жеке емес, үкіметтік немесе атқарушы биліктің құрамдас билігі ретінде қарастырды. Гегель заң шығарушы, үкіметтік және корольдік биліктерді бөліп көрсетеді. Оның үстіне соңғысын бүкіл осы жүйенің негізі және шыңы ретінде сипаттайды. Корольдік билік қалған екі билікті біріктіреді және тұтастық ретінде мемлекеттің айнасы болып табылады. Гегель монархизмнің идеологиясы ретінде конституциялық монархияны әлемдік рухтың көрінісі ретінде пайымдайды. Мұрагерлік монархия сайлымына қарағанда табиғи және көпшіліктік билігін салыстырғанда басқарудың ақылды формасы деп есептеген. Міне, құрметті көрермендер, біздің видеомыз осымен тамам. Менің видеомды көргендеріңізге көп рахмет. Қош сау болыңыздар.